Бәріне сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай 20 минутта ғана дайын болатын оңай, дәмді әрі жұмсақ печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұны тек кішкентай балаларға емес, үлкендер де сүйіп жейді. Сіздерге ыңғайлы болсын деп тек қана бір ғана кесені қолдандым. Ең алдымен бізге бір кесе немесе 120 грамм қойдың майы болмаса сары майды қолдансаңыздар болады, сол қажет. Оның үстіне бір кесе немесе 110 грамм қантты қосып жақсылап араластыратын боламыз. Біз басында қарапайым венчикті қолдадық, кейіннен ыңғайсыз болып кеткен соң миксерді қолдануға тура келді. Бастысы бізде қант еру қажет. Қантымызды жақсылап араластырып болған соң, біз енді бұның үстіне 4 жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне 1 шай қасық сода және де шамамен 1 кесе немесе 130 грамм сүтімізді қосып жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстіне ұнды қосып араластыра бастаймыз. Бізге шамамен 4-5 кесе ұн қажет болады. Жалпы масса өзінің бойына қаншалықты ұнды сіңіріп алады, соншалықты ұн қосамыз. Сондықтан да кейбіреулерде 4-5 кеседен аз немесе көп болуы да мүмкін. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Оны қатыратын жағына емес, тек қана салқындатып тұратын жағына салу керек. Себебі біздің қамырымыздың құрамында май және қант көп, сондықтан да ол өте жабысқақ болады. Онымен жұмыс жасау ыңғайсыз, сондықтан да оны тоңазытқышта шамамен 15 минуттай ұстаған жөн. Дайын болған қамырымызды шамамен 1 сантиметрге жетер-жетпестей қылдыртып жайып, біз секілді стаканмен немесе арнайы формамен кесіп, оның бір жағын қантқа батырып аламыз және де оны алдын ала қызып тұрған духовкаға 200 градуста шамамен 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньеміз әппақ болып дайын болып шықты. Егер сәл қызартқыларыңыз келетін болса, духовкада сәл ұзақ ұстасаңыздар да болады. Бұндай печеньені қорықпай балаларға, үлкен кісілерге бере берсеңіздер болады, себебі құрамында ешқандай жаман заттар жоқ. Дәмі өте жақсы, керемет әрі жұмсақ болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, біздің каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.